Спорт жаңалықтарына ойыссақ, Қайрат Левскийге есе жіберді. Бірақ чемпиондар лигасында жарысты жалғастыруға мүмкіндігі бар. Қазақстандық клуб іріктеу кезең аясында сырт алаңда болгариялық Левскиймен кездесіп 1-0 есебімен жеңіліп қалды. Енді 11 тамызда Түркістанда қарымта матч өткізеді. Отандық спортқа қатысты өзге жаңалықтармен әріптесім Аслан Қаженов таныстырады. Санжар чемпиондық белдікке таласады. Әуесқой бокста барлық биікті бағындырып, 2 дүркін әлем чемпионы атанған Санжар Тәшкенбай енді кәсіпқой бокста бақ сынап көрмек. Алғашқы жекпе-жегі 28 тамыз күні Астанада өтеді. Ол филиппиндік Нил Джакомуспен жұдырықтасады. Қарсыласы айтарлықтай тәжірибелі кәсіпқой рингте 8 кездесу өткізіп, 7-інде жеңіске жеткен. Қос мықты IBF Азия вакантты чемпиондық белдігін сарапқа салады. Яғни Санжар әдегеннен титулдық жекпе-жекке қатысуға мүмкіндік алды. Айта кетейік, Санжар Тәшкенбай жуырда ғана ұлттық құрамамен бірге ақш-та жаттығу жиынын өткізді. Оның барысында кәсіпқой боксшылармен спаррингте жасады. Енді 23 жастағы жерлесіміз бірер күннен кейін осы тәжірибесін кәсіпқой бокс кешінде қолданып көреді. Сәттілік тілейміз. Қазақ боксшылары Азия ойындарына 10 күн ерте барады. Бұл жөнінде әйелдер құрамасының бас бапкері Елдос Сайдалин мәлімдеді. Оның айтуынша, ел намысын қорғайтын қыздар 9 қыркүйекте Жапонияға аттанып, жылдың басты жарысы өтетін жерде жаттығу жиынын өткізеді. Айта кетейік, кеше ғана байрақты бәсекеге қатысатын боксшылардың толық тізімі жарияланды. Оның ішінде Алуа Балқыбекова, Назым Қызайбай, Виктория Графеева, Аида Абыкеева және Наталья Богдановалар бар. Әсіресе Назым мен Наталья жаңа салмақта бақ сынамақ. Десе де бұған дейін бірнеше жарысқа қатысып бейімделіп үлгерді. Азия ойындарының өзі Жапонияның Нагоя қаласында 19 қыркүйек пен 4 қазан аралығында болады. Барлығы жоспарға сай жүзеге асып жатыр. Қыздардың көңіл күйі жақсы, денсаулықтары қалыпты, ешкімнің жарақаты жоқ. Біз жарысқа тек жоғары нәтиже көрсету үшін барамыз. Әрбір спортшы өз мүмкіндігін толық пайдаланып бар күшін салуға дайын. Сондықтан алдағы сыннан жақсы көрсеткіш күтеміз. Болашақ миллионерлер мен миллиардерлер Астанаға жиналды. Мұнда жасанды интеллект бойынша жастар арасындағы әлемдік олимпиада өтіп жатыр. Яғни Бағдат Мусин жетекшілік ететін спорттық бағдарламалау федерациясы соңғы жылдары жемісті жұмыс жасап, осындай жарыста қабылдау құрметіне ие болды. Оған 105 елден 500-ге жуық қатысушы жиналды. Бұл өзіндік рекорд болып саналады. IT саласындағы жастар бүгін 3-ші күн бойы бақтарын сынап жатыр. Бұнда жекелей және командалық сындар өтеді. Жеңіске жеткендеріне әлемдегі үздік жоғары оқу орындары грант ұсынуға дайын. Бұған қоса осы саладағы алпауыт компаниялар келісім шартта береді. Яғни өзінің ойындағы, өзінің қиялындағы жобаларды жүзеге асырып, айтулы тұлғаға айналуға керемет мүмкіндік. Сондықтан жас таланттар барын салып жатыр. Оның ішінде қазақ балалары да бар. Ел намысын ішкі іріктеуден өткен 8 жігіт қорғауда. Астанадағы әлемдік олимпиада 8 тамызға дейін жалғасады. Айта кетейік, бұған дейін, яғни былтыр Қытайда өткен осы әлемдік олимпиадада Қазақстан құрамасы 4-ші орынға тұрақтаған болатын. Биыл да өз елімізде өтіп жатқан жарыста осындай жақсы көрсеткіш тіркейді деген үміттеміз. Барлығына сәттілік.